Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Денсаулықтарыңыз қалай? Кеше бір бауырымыз шаққың дауыстырып шықсаңшы сөйлеп депті. Мен қалай бар солай шығармын енді мен енді. Қалайсыздар, жақсысыздар ма? Ауыл аймақ аман есен ба? Ойбай. Ауылда жел болып, қар жауып бір-екі күн. Бүгін енді Құдайға шүкір күн жылып қалды. Енді ақпараттарды айта кетейін. Көрші елдің президенттері сөйлепті, депутаттарына сол жайлы және де әлемдік хабарлар жайлы. Қазақстанға мына арнайы мобилизация басталған кезде келді ғой енді мынау Ресейден қашыпша. Соларды Ресейге қайтарылуы мүмкін деген ақпарат шығып жатыр. Бұл өте жақсы ақпарат деп ойлаймын. Қайтарсын барған өздерінің еліне. Қайсын. Біздің елде не бар? Базар жоқ. Қазақтар келсе, сол жақтың тұрып жатқан қазақтары өзіміздің елімізге қайтамыз. Оларды қайтармау керек. Ал мобилизация болған кезде қашып келген орыстардың барлығын табандарын жалтыратындар деу керек. Бірақ ол қайтарылуы мүмкін деп жатыр әлі белгісіз. Одан кейін мына Иранның сыртқы істер министрлігі сөйлепті. Ол жерде енді кеше сол Иран жайлы біздің үйде әңгіме болып кетті. Енді қандай әңгіме болса да екі жақтан әңгіме айтады. Екі жақ өзінікі дұрыс деп айтады. Енді мен жеңшеммен әңгіме болып қалды, үлкен жеңшеммен. Жеңшем айтады. Негізі енді біз ойлаймыз ғой, Иранның халқы 47 жылдан бері бір диктатор ғой енді. Хан ғой былай айтсаң. Солардың қол астында келе жатыр, құтылғысы келіп жатыр. Алдында Аятолла Хомейни қайтыс болғанда да енді халық екіге бөлініп, біреулер жылады, біреулер шүкір кетті деді ғой енді. Мен соны айтып жатырмын, енді диктатордан құтылып қуанып жатыр десем. Негізі олардың халқы өзінің басшыларына риза. Ол сол кездегі басшылық өзінің елі үшін қолынан келген барлығын істеді дейді. Сонымен мен айттым енді, ол 37 жыл билікте отырған, ол қинау, ол халқы әңгімен ашысы халық риза емес қой, біз енді ақпараттарды оқып жатырмыз деп айтсам, енді ақпараттарды қарасаң, Иран халқы қазіргі режимнен құтылғысы келіп тұр. Жаңа бағатқа түсейік деп, мынау Иранның соңғы шағы Пехвелидің баласы айтты ғой. Иранның жаңа күн туып келіп жатыр. Сол кезде бізбен бірге бір қатарда болыңыздар, демократиялық жолға түсеміз деген сияқты. Сөйтіп айтсам, жеңшем айтты. Негізі Иран халқы өзінің елі үшін қазіргі режим дейді, қолынан келген істеп жатыр. Біз дейді, шетелдің ақпараттарына ақпараттық соғыста біз Иранды былай елестетіп жатырмыз дейді. Иран әлемге терроризмді үгіттеп жатыр, терроризмді әлемге шығарып жатыр деген ақпараттарды оқып біз сондай түсініп қалғанбыз. Ал былай қарасаң, Иран халқы өзінің қазіргі әңгімен ашық, қазіргі билігі өзінің елі үшін, өзінің халқы үшін қолынан келген барлығын істеп жатыр дейді. Сонымен екеуміздің пікіріміз екі жаққа әрекетті де шайтан мақты ішіп тұрып кеттік. Мүмкін шынымен жеңшем айтқан сияқты, мүмкін ақпараттық соғыста біз мүмкін дұрыс ақпарат естімей жүрміз ба деген ой келіп қалды. Бірақ былай қарасаң, Хомейни өлгенде, Назарбаев биліктен кеткен кезде бір-екі депутат жылады ғой. Сол сияқты Хомейни өлгенде мен ойлаймын енді екіге бөлініп жылады ғой. Біреу жылады, біреу күлді, биледі деген сияқты. Билегендер қарапайым халықтар биледі деп ойлаймын. Ал жылағандар енді 37 жылдан бастап рухани көсем болу, ол деген сен хансың деген сөз ғой. Ол қанша әйелі бар, жиені бар, 37 жыл бұрын билікке келген кезде балалы болса, оның баласы 37-ге толып қалды деген сөз ғой. Оның сол билікке келеді, оның інісі келеді, оның әпкесі келеді, сол режимнің жанында жүрген адамдар жылады деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Енді білмеймін енді. Мен енді қазіргі режимі әңгіменің ашығы ауысса деп өзім тілеймін. Бірақ Иран халқы өзі шешеді. Одан кейін мынау Иранның сыртқы істер министрлігі, мен айттым ғой, ол айтты, тағы сөйлеп шығыпты. Негізі мынау
Америка дейді өте қатты қателесті дейді. Қай жерде десе, алдында мынау Украинаға Ресей шауып кірген кезде 3 күнде барлығын ойбай тындырамыз, Киевке барып шай ішеміз, Камзановтың концертін көреміз деген әңгіме кетті ғой. Олар сол жерден қателесті да. Бұлар кім айтады, сыртқы істер министрлігі айтады, Америкада дейді бұлай қателесті дейді. Бұл режимнің басшысын құлатсақ, режим бөлініп кетеді деп. Мысалға, мен де ойладым, Аятолла Хамени өлді, енді Америкамен келісімге келеді-ау депші. Сөйтсек, жоқ, ондай болмай шықты. Айтады, олар 1-2 күнде мына режимді құлатамыз деп ойлады, бірақ ол өте қателесті. Алдындағы бір ақпараттарды айтып, 10 жыл соғыссақ та соғыса береміз деп. Неге десеңіздер, енді сол Иран, Ирак, Паш шығанағы жақта, сол Иранның төңірегінде соғыс өзі тоқтамай тұр. Әңгіменің ашық айтыр, күнін айтыр, жарылыс олардың етіне сіңіп қалғанда, бұл соғыссақ соғыса береміз деп айтты. Енді білмеймін, алдында бір америкалық бір блогер айтты, кезінде мынау Украина мен Ресейдің, негізі Ресейді қақпанға бұлар түсірді-ау дейді. Неге десеңдер дейді, енді Путинда ойбай орыс тілдердің құқығын қорғаймыз, ДНР, ЛНРді аламыз деп енді неге басып кірді ғой, атын еді Украинаға. Сөйтіп кірді да, 3 күнде аламыз деп, сонымен Еуроодақ, Еуропа көмектесіп, Америка көмектесіп, Ресейді байлап тастады дейді. Олардың планы жүзеге аспай қалды. Қазір соғыс тоқтатуын да білмей тұр, же болмаса жалғастыруын да білмей тұр дейді. Қазір енді бұл жерде отырып тұрған Қытай дейді. Егер Америка қазір Америка басын тақып қойды дейді. Ажақтан Қытай білгізбей, же болмаса білгізіп көмек беріп, Американы да осы Ирандағы соғысқа байлап қою мүмкін дейді. Сіздер қалай ойлайсыздар? Американы байлай ма, же болмаса Америка ешкімде жоқ қаруларын шығарып атама? Одан кейін мынау Американың барлау қызметі дей салайықшы, Пентагонның ба? Солар айтыпты, Путин жайлы бір сөз шықты, мақала дейміз ба, сол жерде айтыпты. Путин өте қу адам депті. Путин өте қу адам. Енді ақпараттарда енді айтып жатыр ғой, Ресей Иранға көмектеспейді. Бірақ көмектеспейді дегенмен, Иранға қазірдің өзінде Қытай мен Ресей білгізбей көмектесіп жатыр-ау дейді. Неге десеңіздер, мынау Израильдің алтын күмбез деген несі бар. Еді аты. Әуе шабуылынан қорғайтын. Соларды бұзып кіріп кетіп жатыр екен. Сөйтсе, барлау қызметі айтыпты, Иран енді қанша жылдан бері, 40 жыл дейікші, 40 жыл дейміз ба? Көп уақыт санкцияда тұрды ғой. Санкцияда тұрып, олар бұндай қару істеп шыға алмайтын еді. Бұларға Қытайдан же болмаса Ресей білгізбей өзінің қаруларын беріп жатыр. Сол қарулар Израильдің алтын күмбезін бұзып кіріп кетіп жатыр. Бұл деген сөз өте қиын болып тұр дейді енді. Одан кейін мынау қазір бір ақпарат оқып қалдым. Осы Британия, мынау Стармер бар, Америка бар. Осы қақтығыс басталып кетіп, дрондар келіп ұрып жатыр ғой енді. Базаларын ұрып жатыр, арабтарды ұрып жатыр, көрші елдерді, Американың достарын ұрып жатыр деген сияқты ғой. Сол кезде Америка өкіметі дей салайықшы, Украинадан сұраған еді, сендер бізге дронды қағып түсіре алатын, сол техниканы жақсы меңгерген әскерлердің солдаттарында бізге берсеңдер жақсы болар еді деген еді. Дронды енді меңгеретіндерді үйретсіңдер деп. Оны берді Украина, және де қазір бір ақпарат шықты. Араб елдері Украинамен қазір келісімге келіп жатыр екен, сол дрондарды үйрену және де дрондарды алу мақсатында дейді. Былай қарасаң, Украина қазір енді біраз елге көмектесейін деп тұр-ау деп ойлап қалам. Егер Украинаның көмегімен мынау соғыс Американың жағына шешіліп, режим құлап ше болмаса, не болмаса да Украинаның көмегі тиіп бұл соғыс аяқталатын болса, онда Ресеймен келісімде Украинаның несі ауыр болатын болды, мысы ауыр болатын болды. Жалпы сонда әлемдік ақпарат атып жатыр бір-бірін аямай. Келсең кел деп тұр ғой. Келсең кел, келе қал деп. Одан кейін бір сенатор сөйлепті. Біздің тілмен депутат дей салайықшы. Біз бұл Нетаньяхудың соғысында америкалық әскерлер өліп жатыр.
бұл Нетаньяху соғыс қылмыскері, оған біздің әскер барып өлгенін біз қаламаймыз. Бір сөзбен айтқан кезде, біз жемеген қарын боғымен піссін. Бір өліп, бір қалсын, бірақ әскерімізді шығарайық деген әңгіме айтып жатыр. Одан бағана атын ұмытып қалдым ғой. Қырғызстанның жоғары кеңесінде депутаттарын жинап алып, енді ол жерде сөйледі, Жапаров сөйледі, олар өзінің ойын айтты. Сол жерде бір қазір осы видеоның басында атын айттым ғой, ұмытып қалдым. Бір депутат кімге сұрақ қойды? Жапаровқа. Енді былай деді, Жапаровқа қайырылды ғой әңгіменің ашығы. Депутаттардың дәрежесін заңдық тұрғыда көтерсек қалай болады деді ғой. Заңдық тұрғыда. Депутаттар министрлікке барып жолыққан кезде дейді, есіктің алдында сағаттап күтіп қалып жатырмыз. Халықтың арасында да депутаттардың мәртебесі түсіп кетті. Әртүрлі әңгімелер депутаттар жайлы, халық сайлаған депутаттар үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деген әңгімелер кетіп жатыр. Соны бір заңдық тұрғыда депутаттардың дәрежесін көтеріп қоятын заң істесек қалай болады? Министрлерге еркін кіретін болса қалай болады деген еді. Енді Жапаров керемет жауап берді. Біз енді ондай сөйлесе ме екен, сөйлеспей ме екен білмеймін енді. Енді депутаттан қойған сұрағына Жапаров жауап беріп жатыр ғой. Аты кім деді? Қазір интернеттен атын көріп айтқан едім. Елнұр деді ма? Елнұр жоқ. Сол депутат айтыр. Сөйтіп айтқан еді. Сендер дейді, Жапаров айтып жатыр. Сендер дейді, халыққа керек емес бір қалай айтсам екен, сендер өнбейтін тірлікпен айналысып жатсыңдар қазір дейді. Бір халыққа керек емес өздерінің дәрежелерін түсіретін бір заңды алып келіп алып, сендер илеп отырасыңдар дейді. Халыққа түк пайдасы жоқ. Тірлікпен айналысып, сендер депутат деген дәрежені сендер өздерің түсіріп алыңдар. Әңгіменің ашығы. Мысалға бізде де айтады ғой, ойбай ажырасып жатқандарға штраф салайық, тағы не? Кім сөйтіп айтты ғой? Аты кім еді? Ардақ Назаров. Штраф салайық, барлығы штраф болып отыр. Қазір 12-сінен бастапты, енді бетіңді түсіріп Қазақстанда штраф салады. Сол заңды дайындайтын, халықтың үнін оғатын негіз сендер халыққа қандай заң керек, халықтың жағдайын қалай көтереміз деген мәселені сендер негізі Жапаров айтып жатыр ғана депутатқа. Үлкен мәселелерді көтерулерің керек еді. Сендер әңгіменің ашығы болмаған тірлікпен айналысып жатырсыңдар дейді. Мысалға. Қазір бізде де мындай жанамалар көп кетті. Мен мысалға айтып отырмын. Төсекті шабасың ба, анандайың кішкентай ма деп. Ол енді біраз адамның дәрежесін түсіріп тастады. Тағым. Ел танитын блогерлер жанамалап кетті деген сияқты. Жапаров соны айтып жатыр. Сендер елге ешқандай керегі жоқ, біз заңды алып аласыңдар да, соны талқылай бересіңдер. Елге керекті заңды сендер талқылап, елдің мүддесіне жұмыс істеңдер. Ел сендерді өздері көтеріп қояды. Сондықтан болмаған тірлікпен айналыспаңдар деді ғой. Елді дамыту үшін керек заңдарды ғана талқылаңдар деді. Және министрлерін айтты енді. Депутаттар барған кезде, егер елдің мүддесінің, елдің жағдайын шешетін мәселемен келсе, сендер оны көп тұрғызбай қабылдаңдар. Ал мен естіп жатырмын, біреулер өзінің мәселесі бойынша барады, ол кезде оларды шығарып салыңдар деп керемет жауап берді. Дұрыс деп ойлаймын енді. Біздің депутаттарға да сондай бір айтып қою керек пе дейді. Қазақ елінде камералар құтты болсын тағы. Бүгін 12-сі ме? Бүгіннен бастап қосылады. Түрден танитын камера. Мысалға мен кетіп бара жатсам, енді бір пешеход жоқ жерден өтіп кетсеңіздер, зебра жоқ жерден сіздерге штраф келеді деген сияқты ғой. Түріңнен саған штраф жібере береді егер камера сені заң бұзды деп танысаш. Көреміз енді бұның арты қалай болады екен. Жалпы жақсы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тып-тыныш қалаға келіп қалдым. Мазар қаласына. Жақсы. Мәңгілік тұратын жерімізге келдім ғой. Әңгіменің ашығы. Мазарат. Байланыстамыз.